Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін сіздермен түзулер арасындағы бұрыш, сосын жазықтықтың теңдеуі деген осындай жағдайлар қарастырып, аналитикалық геометрияның есептерін қарайық. Мынандай үш түзудің теңдеуі берілген. Так, L1 және L2 түзулер арасындағы сүйір бұрыш теттаға тең дейді. Бізге табу керек синус тетта. Значит, біз екі түзу арасындағы бұрыш деп, олардың бағыттаушы векторлар арасындағы бұрыштың косинусын айтамыз, Сонда косинус теттаны тауып алатын болсақ, біз скаляр көбейтіндінің оның ұзындықтарына қатынасы ғой, Так, сәйкесінше скаляр көбейтінді дегеніміз, қазір F1 жазып алайық. Міне, бағыттаушы вектор деген ол мына параметрмен берілген вектор, 2 минус 4 1. F2 бізде 4 минус 2 5 болады, Демек, скаляр көбейтінді дегеніміз сәйкес координаталарын көбейтіп қосқанға тең шаманы айтамыз, Модулі дегеніміз олардың сәйкес координаталарын, просто координаталарын квадраттап қосамыз, Көбейтеміз P2. P2-ның координаталары бар. Біз сол координаталарды квадраттап қосамыз. Сонда бізде алымында 8, 5, 16, 21, бөлімінде 4, 16, 21, көбейтеміз, 16, 4, 20, 25, 45 болады, Сонда 21 мен түпірасты 21 қысқарса, түпірасты 21 бөлінген түпірасты 45. Немесе екеуі де бізде түпірасты 3-ке бөлінеді, сонда түпірасты 7 бөлінген түпірасты 15 деген сөз. Ол бізде косинус. Бізге айтады синус теттаның дәл мәні. Дәл мәні деген, ол түбір болса түбірмен қалады дегенді білдіреді. Сонда синус теттаны табатын болсақ, ол 1 минус косинус квадрат тетта болады түбірастындағы. Сонда 1 минус 15-тен 7 болады. Сонда 15-тен 8-ді, немесе түбірасты 15-тен 8 дегеніміз 2 түбірасты 2 болады. Осы күйінде қалдыруға болады, бұл бізде дәл мән. Немесе иррационалдықтан құтылуға болады. Сонда 15-тен 2 түбірастыда 30 деп жазуға болады. Түсінікті ғой, Дәл мән дегеніміз осы. Екінші жағдайда екі түзу P жастығында орналасқан дейді. P жастығының теңдеуін табу керек. Сәйкесінше, мына P деген жазықтықта бізде екі түзу орналасқан болса, жаңа екі түзу, біз екі түзуді қиылыстырдық қой, жаңа міне. Маңызды емес қиылса ма, қиылыспай ма маңызды десе, мына екі түзу бізде P жастығында жатса, сәйкесінше екі түзудің бағыттаушы векторларының векторлық көбейтіндісі, ол бізде жазықтықтың нормаль векторының координатасын береді, екі түзудің бағыттаушы векторларының векторлық көбейтіндісі, ол бізде жазықтықтың нормаль векторының координатасын береді. Сәйкесінше I, J, K. Так, P1 дегеніміз бізде, P1 нешеге тең болады жаңа? 2 минус 4, 1. P2 дегеніміз 4 минус 2, 5. Демек, I дегенде, мына айтырған бөлікті сызамыз, жоғарыдан төменнен немесе тігінен және көлденен, сонда сызғанда минус 4, 1, минус 2, 5 қалады. Минус J, J-дің алдында минус баттан ба всегда. J-дің тұрған екі бөлігін сызамыз, сонда 2-де 1, 4-те 5 болады. Плюс K, K-дің сызамыз екі жақтан, 2-де минус 4, 4-те минус 2 қалады. Енді екінші рет анықтауышты есептеген кезде біздер мына бас диагоналда азайтамыз, мына қосалқы диагоналда. Кәдімгі пропорция бар, сол пропорция. Сонда I деген кезде бізде міне минус 4-ті 5-ке көбейтіп, азайтамыз минус 2 көбейтілген 1-ді. Дәл солай J дегенде 2-ні 5-ке көбейтіп, азайтамыз 4 көбейтілген 1-ді. Плюс K дегенде де дәл солай 2-ні минус 2-ке көбейтіп, азайтамыз 4 көбейтілген минус 4-ді. Так, минус 20 плюс 2, значит минус 18I. 10 азайтамын 4-ді, 6J. Так, минус 4 плюс 16-да, плюс 12K. Демек, бізде нормаль вектордың координатасы минус 18, минус 6, 12 деген сөз. Бұл мына
жазықтықтың теңдеуі бар ғой. Мына ax плюс by плюс z плюс d деген. Сондағы мына a, b, s деген коэффициенттер бұл, нормаль вектордың коэффициенттері. Сонда біз жазықтықтың теңдеуін жазсақ, минус 18x минус 6y плюс 12z плюс d тен 0 деген түрде жазамыз. Мына абысыны орнына қойдық. Енді не керек? Бізге мына d деген бос мүше керек. D-ны табу үшін мына жазықтықта жатқан кез келген нүктені аламыз. Мысалы, L1-дің бойында бізде қандай нүкте жатыр? Мына нүкте деген мына параметр тұр ғой, соған дейінгі нүкте болады. 2 минус 1 2 деген нүкте жатыр, я? Мына 2 минус 1 2 деген нүкте жатыр. Мысалы, A деген нүкте болсын, я? Мысалы, немесе мына L2 түзуі бар ғой, L2 түзуі. Сода қандайда бір B деген нүкте жатыр, я? Дәл солай координатасы міне. Так, 3 0 4, я? 3 0 4. Осы екі нүктенің кез келген бір нүктесін аламыз да, мына x, y, z-дің орнына қоямыз. Сонда d-ның мәні шығады. Мысалы, маған мына құрамында 0 бар, бұл нүктесін қойған оңай болады, я? Минус 18 көбейтем 3. Просто 0 болса, бізде есептеуге аз уақыт кетеді, я? Так, сонда минус 54 қосам 48 плюс d тен 0-ге. Значит, d тен бізде 6-ға, я? Болды, жазықтықтың теңдеуін жазамыз. Минус 18x минус 6y плюс 12z 12z 12 плюс 6 тен 0-ге. Немесе бәрін минус 6-ға бөліп тастауымызға болады. Сонда 3x плюс y минус 2z минус 1 тен 0-ге. Жазықтықтың теңдеуі. Бізде міне жазықтықтың теңдеуі мына түрде жазыңыз деп тұр ғой. Біз сол түрде жаздық. Келесі соңғы жағдай. L3 түзуі бір жазықтығында орналасатынын көрсетіңіз. Сәйкесінше, мына L3-тің параметрлік теңдеуін жазып аламыз бірінші. Параметрлік теңдеуі x-і 1-ге тең, мына жерде бағыттауыш векторында x-і 0-ге тең, сонда x-і тең 1-ге. Так, L3-тің параметрлік теңдеуі x тең 1, y тең. Так, міне минус 2, мына g-ға қатысты аламыз, міне. Минус 2 плюс 2 u болады, u деген параметр бізде. Так, z-і, деген сайын z-і. Мынде k жоқ қой, значит, мынжақта k бар, 1-ге тең, сонда u-ға тең, просто 0 плюс u деген сөз, просто u-ға тең. Енді осыны әкелемізде не істейміз? X, Y, Z-ті мына P жазықтығына қоямыз X, Y, Z-дің орнына. Сонда нені табамыз? Мына U параметрінің мәнін табамыз. Сонда 3 көбейтем 1 плюс Y минус 2 плюс 2U минус 2 көбейткен Z U-ға тең минус 1 тең 0-ге. Жақшаны ашамыз. 3 минус 2 плюс 2U минус 2U минус 1 тең 0-ге. 3-тен 2 алам, 1, 1-ден 1 алам, 0. 2-бұдан 2 алам, 0 көбейтілген u, тең 0-ге. Мына жағдайда барлығы 0 кетті деуге болмайды, себебі бізде табуымыз керек u-ды, сәйкесінше u жазылу керек, оның коэффициенті 0 болса да жазылу керек. 0 көбейтем u тең 0-ге. Осыдан қандай санды 0-ге көбейтсем 0 болады. Кез келген санды, да? Сәйкесінше міндетте бізде u кез келген сан болады. Демек, u кез келген сан болса, онда мына түзу L3 түзу толықтай P жазықтығында орналасқан деген сөз. Қорытынды жазамыз. L3 түзуі P жазықтығына тиесілі деп. Түсінікті ғой, я? Если мына жерде u-ды 0 көбейтілген u тең болады қандайда бір сан болып кетсе, онда бізде не болады? Шешімі жоқ болып қалады. Ол кезде не дейміз? L3 түзуі P жазықтығында орналаспайды дейді. P жазықтығына тиісті емес деп жазамыз. Түсінікті олар, я? Осы есеп. Так, осы түзу мен жазықтықтың орналасуы, екі түзудің орналасуы, жазықтық пен түзудің орналасуы деген жағдайларға байланысты менде алдыңғы сабақтарда тоже бар жазылған сабақтар. Соны қарасаңыздар болады. Тағы да ол туралы сабақтарға ссылка қалдырамын төменге. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар. Әзірге осы сабақты аяқтаймыз. Сау болыңыздар.